Көрген түсті қайта жорыту мәселесі. Өзің жорыған немесе жорытқан түсіңді біреуге, мысалы маған келіп әкеп жорыту дұрыс емес. Себебі түс бір-ақ рет қана жорылады. Екінші рет жорылса да қабыл болу ықтималдығы біріншіден қарағанда аз өте. Түс қорғасын секілді дейді. Кім қай қалыпта құйған болса, соған енеді, солай болады дейді. Және қазақ тарихында, жалпы тарихта бір батыр немесе хан түс көрсе, оны ешкім жори алмай әуреге түсетіні айтылады. Бұндай аңыздарда көбінесе түс жорушы аузын ашпайды, әртүрлі ықтималға салмастан білмеймін деп тура айтады. Себебі түс жорушы біледі түстің берекесін алуға болмайтынын. Маған бір қыз бәріне жорыттым, ешкім таппады деп түс жорытты. Мен оны білмеймін деп басқа түс жорушыға жібердім. Ол жорушы айтып берсе де қыз қабыл етпеді. Оның жорушыдан жорушыға барып жүрген себебі осы: көңіл қалауы болған түсті жорыту, көңіл қалағанды етіп жорыту. Негатив болсын, жақсылық болсын, әйтеуір көңілінде бір жору тұр. Соны түс жорушы дөп басып айтып бермейінше тоқтамайды. Көбісі солай жорытады. Көңіл қалауын алу үшін сенің көңіл қалауыңды сенен басқа ешкім бере алмайды. Айтқым келетіні соны. Түс жорудың мақсаты сол, жақсылыққа жету. Ендеше өзің түсіңді қалай қалап тұрсың, солай жорып ал. Аллах қабыл етсін.